Сәлем достар, сіздермен Дана. Бүгін сіздерге испанский чизкейктің рецептісін ұсынғым келеді. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге қажетті ингредиенттер: сүзбелі ірімшік, кілекей, қант, жүгері крахмалы, жұмыртқа және миксер қажет болады. Ең алдымен сүзбелі ірімшігімізге қантымызды салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Барлық ингредиенттер үй температурасында болғаны жөн. Мен барлық ингредиенттерді 1-2 сағат алдын тоңазытқыштан шығарып қойдым. Келесі кезекте жүгері крахмалын қосамыз. Крахмалдың орнына ұн қоссақ та болады, бірақ чизкейктің басқаша болып шығады. Сол себепті де мен сіздерге жүгері крахмалын қолдануға кеңес беремін. Оны барлық дүкендерден таба аласыздар. Жүгері крахмалын осылай аз-аздан қоса отырып, бір келкі масса болғанға дейін араластырамыз. Енді жұмыртқа қосамыз. Сүзбелі ірімшікті массамызды миксермен жақсылап араластыра отыра, осылай жұмыртқаны біртіндеп қосып шығамыз. Барлығын бір қалыпты масса шыққанға дейін жақсылап араластыруымыз қажет. Кілегей құямыз. Кілегейдің майлылығы 33-35% болуы керек. Бұны да аз-аздан құя отырып, миксермен жақсылап араластырамыз. Егер де барлығын бірден құйып жіберетін болсақ, онда чизкейгіміз біздің көтерілмей қалуы мүмкін. Видеода көріп отырғандарыңыздай, кілегейді қосып болған кезімізде біздің массамыз біршама қоюлануы керек. Егер сіздерде бұлай қоюланбаған болса, онда миксермен тағы да бірнеше минут араластырыңыздар. Біздің сүзбелі ірімшікті массамыз дайын. Енді формамызды алып, осылай пергамент қағазын төсеуіміз қажет. Пергамент қағазы міндетті түрде біздің формамыздан асып тұру керек. Себебі чизкейгіміз пешімізде көтерілген уақытта сыртқа ағып кетпейтін болады. Формамызға салып, тегіс болып шығу үшін осылай кішкене ұрғылаймыз. Содан қызып тұрған пешімізге 180 градуста 30 минутқа қойып аламыз. Біздің чизкейгіміз дайын. Өте әдемі болып көтерілді. Испанский чизкейктің өзінің әсемділігі, ол беті кішкене күйіп пісуі қажет. Мен көп күйдірмедім, себебі үйдегілер беті қатты күйген ұнатпайды. Чизкейк дайын болған уақытта ең бірінші кезекте суытып аламыз және 1-2 сағатқа тоңазытқышта ұстаймыз. Формасынан шешпейміз. Себебі пештен алған уақытта біздің чизкейгіміздің ортасы әлі қатпаған болады. Оны біз кескен уақытымызда чизкейгіміз өз формасын ұстай алмай, ағып кетуі мүмкін. Сол себепте менің кеңесім, кем дегенде 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып алыңыздар. Мен мұнда чизкейкті шоколадпен әсемдедім. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша тіптен ешнәрсе қоспасаңыздар да, дәмі деген енді тіл үйренеді. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Дана, назарларыңызға рахмет.